Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Мына жерде үзік бар екен да. Өткенде полиция қызметкерлері бір жүргізуші осы жерден бұрылса, полиция қызметкері тоқтатып, бұл жерде үзік жоқ деген екен. Дегенмен де үзік анық көрініп тұр. Бұл жер ғана емес, мынау жібек жолы банясының алдында да дәл осындай қолмен жасалған ау деймін. Негізі біреу әдейі өшірді ма? Ол жерден праводан алып соттасып жатыр екен. Ал мына жердегі көзге анық көрініп тұр. Мына жібек жол жақтан келіп, Түркістан нұрының алдынан бұрылған. ДПС қызметкерлері тоқтатқан. Бұл жерде үзік жоқ деп, мұнда камерадан көріп тұр деп. Алайда өздері сөйлесіп, үйтіп жіберген екен. Енді бұны технадзорға мен айттым өткенде. Бұны енді көктемде және де күзде мынау жолақтарды сызады, жердегі линияларды сызады. Алайда қазір енді көктемгі уақыт жақындап келе жатыр. Мен айтқам технадзорларға звондап, хотя бы бұны пышылдақ краскамен, қолмен краскілеп кетсеңіздер, өйткені қаншама автокөлік мына жерден жапа шегіп жатыр да. Көзге анық көрініп тұр, қарасаңыздар. Осыны бір сызып кетсе екен. Енді бұны өзімізге жібер дейді, өзіне жіберсек мақұл дейді таған істемейді. Жол бөліміне айтамыз деген. Қазір таңда әлі автокөлік жоқ, қарасаңыздар міне. Анық үзік-сызық болып көрініп тұр. Рахмет тыңдағандарыңызға. Құрметті, осыны тиісті мекеме істейді деген ойдамыз. Уақытша болса да, сызыққа дейін уақытша болса да сызып қойсаңыздар. Өйткені қазір қаншама автокөлік жапа шегіп жатыр.